Сәлеметсіздер ме достар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз бас миының 3-ші, 4-ші және 6-ші жұп нервтері, яғни көз қозғалтқыштық, шығыршық және әкетуші нерв. Бас миында суретінде көрсете кететін болсам, көз қозғалтқыш нерв 23-ші санмен көрсетілген. Міне жұп нерв. Шығыршық нервіміз 22-ші санмен көрсетілген. Және әкетуші нервіміз 20 деген санмен көрсетілген. Бұларды қызметіне қарай бөлетін болсақ, көз қозғалғыш нервіміз аралас болып келеді, өйткені ол екі ядродан тұрады, яғни моторикалық және парасимпатикалық ядролардан. Ал қозғалғыштыққа шығыршық және әкетуші нервтер жатқызуымызға болады, яғни 4-ші және 6-ші жұп нервтерін. Үшінші жұп нервіміз, яғни көз қозғалғыш нерв, екі ядродан тұрады. Ол бізде парасимпатикалық ядро, 2 деген санмен көрсетілген. Одан кейін моторикалық ядро, яғни нуклеус нерви окуломоториус және нуклеус аксессориус. Олар ми аяқшаларының медиалды жиегінен шығады. Міне көрсетілген. Енді 4-ші жұп нервіміз, яғни шығыршық нерві, ол бізде мидың жоғарғы ми жиегінің желкенінің дорсалды жағынан шығып, ми аяқшаларын алдына қарай айналып өтіп, алдына қарай бағытталады. 6-ші жұп нервіміз, әкетуші нерв, ол бізде мидың артқы жиегінің, яғни ми көпірінің артқы жиегінен шығып, алдына қарай бағытталып, осы 3 жұп ми нервімізде кавернозды қойнаудан өтеді. Кавернозды қойнау деп отқанымыз, түрге ішігінің жанында орналасқан, мына жерде орналасқан болып келеді. Кавернозды қойнаудан өткеннен кейін, ол 3 жұп нервімізде көздің жоғарғы саңылауына қарай бағытталып, содан шығады. Яғни көздің жоғарғы саңылауы деп отқанымыз, міне мына саңылау. Фиссура орбиталис супериор деп аталады. Осы жерден шыққаннан кейін, 3-ші жұп нервіміз 2 тармаққа, яғни жоғарғы және төменгі тармаққа бөлінеді. Рамус супериор, рамус инфериор. Рамус супериор тек моторлы ядролардан өз талшығын алып, жоғары қарай бағытталып, көздің 2 бұлшық етін иннервациялайды. Көздің бұлшық еттеріне тоқтала кететін болсақ, көздің бұлшық еттері, ол бізде 6 бұлшық ет, негізгі, оның 4-еуі тік бұлшық ет болып табылады, қалған 2-еуі қиғаш бұлшық ет. Тік бұлшық ет деп отқанымыз супериор ректус, яғни жоғарғы тік бұлшық ет, инфериор ректус, төменгі тік бұлшық ет, латералды және медиалды тік бұлшық еттеріміз. Ал қиғаш бұлшық ет деп отқанымыз, ол бізде жоғарғы қиғаш бұлшық ет, супериор облигуа, және төменгі қиғаш бұлшық ет, инфериор облигуа. Қосымша тағы бір бұлшық етіміз бар, ол бізде жоғары қабақты көтеретін бұлшық ет, яғни леватор палпебраи супериорус деп аталады. 3-ші жұп нервіміз, көз қозғалғыш нерві, жоғарғы тармағы, жоғары қарай бағытталып, 2 бұлшық етті иннервациялайды. Ол бізде леватор палпебраи супериорус және супериор ректус, яғни көздің тік бұлшық еті. Ал төменгі тармағы төменге қарай бағытталып, 3 бұлшық етті иннервациялайды. Ол бізде көздің медиалды бұлшық еті, одан кейін көздің төменгі қиғаш бұлшық еті, одан кейін көздің төменгі тік бұлшық еті. Ал парасимпатикалық ядродан шығатын талшығы, ол бізде төменге қарай бағытталып, болды көздің алдына өтіп, яғни көз алмасының алдына өтіп, 2 бұлшық етті иннервациялайды. Бұл бұлшық еттеріміз мускулус клярис және мускулус сфинктер популая. Яғни бұл көз қарашықтарын
кеңейтіп, кішірейтіп отыратын бұлшықеттер болып табылады. Мына жерде парасимпатикалық ядродан шыққан талшықтың жүру жолы көрсетілген. Фиссура орбитали супериордан шыққаннан кейін көз алмасының қасында олар ганглио, яғни түйін түзіп, түйінден шыққан талшық жаңағы айтқанымыздай екі бұлшықетке барып иннервациялайды. Енді төртінші жұп нервіміз, яғни ол шығыршық нерв. Ол да фиссура орбитали супериордан шыққаннан кейін жоғары қарай бағытталып, бір ғана бұлшықетті иннервациялайды, ол мускулус облигус супериор, яғни жоғарғы қиғаш бұлшықетті. Алтыншы жұп нервіміз, алтыншы жұп нерв ол әкетуші нерв. Ол бізде фиссура орбитали супериордан шыққаннан кейін төменге қарай бағытталып, ол да бір ғана бұлшықетті иннервациялайды. Ол мускулус ректус леватор латералис деген. Мускулус ректус латералис, яғни латералды тік бұлшықетті. Бүгінгі қысқаша тақырыбымыз осы. Арнамызға тіркеліңіз, ұнап жатса лайк басыңыз. Назарларыңызға рахмет.